Жалпы біздің заманымыздан бұрынғы 6-шы және 5-ші мыңжылдықтарда бізде неолит дәуірінде неолиттік төңкеріс деген оқиға болған. Жалпы бұл дегеніміз не? Неолиттік төңкеріс. Негізі неолиттің өзін бірінші қарастырып алайық. Тас дәуірі бізде үшке бөлінеді, өзің жақсы білесің. Палеолит, мезолит және неолит деген сияқты. Неолит дәуірі тас дәуірінің ең соңғы сатысы, үшінші кезеңі. Бұл тас өңдеудің ең биік, ең жоғары деңгейге көтерілген кезеңі. 6-шы сыныптың тақырыбынан өзің өте жақсы білесің. Бұны біз қыш құмыралар заманы деп атаймыз. Қыш құмыралар заманы, ал енді қазақша аударатын болсақ, неолитті жаңа тас дәуірі деп атайды. Енді осы неолитте адамзат тарихындағы өте ірі өзгерістердің бірі болды. Ол бізде егіншіліктің пайда болуы. Осыны есіңе сақтап ал. Егіншіліктің пайда болуы жалпы неолитпен байланысты. Бұл дегеніміз мынандай нәрсе. Адамдар палеолит және мезолит кезеңінде, яғни ерте тас дәуірі, одан кейін орта тас дәуірінде, палеолит пен мезолитте адамдар табиғатқа өте қатты тәуелді болды. Адамдарға табиғат нені берсе, олар соны пайдаланып күнелтті. Мынандай мысал просто. Адамдар аңшылықпен өмір сүрді. Аң дегеніміз жалпы табиғатта жүретін нәрсе. Мамонт, бизон деген сияқты сол нәрселерді аулап жеді. Одан кейін терімшілікпен айналысты. Адамдар жерде не жатса, соны теріп жеді. Яғни адамдар өздері еш нәрсе өндірген жоқ. Осыны есіңе сақтап ал. Палеолит пен мезолитте